Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз екінші тараудың компьютердің логикалық негіздері деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Және де бұл тақырып негіздерге бір жауаптылықта сәйкестендіруде жаңа көп жауаптылықта айтылатын болады. Яғни осындай сұрақтар да сіздерге келеді, өте көп кездесетін тақырыптардың бірі болып саналады. Енді бұл тақырыпта арнайы осындай теориялар бар. Оның біріншісі ол бізде логика, формальды логика, ықтималды логика және математикалық логика деген секілді. Логика дұрыс ойлаудың заңдары мен ережелері туралы ғылым. Ал формальды логика ол ой формаларын пайымдауды, ой түйіндеуді, дәлелдеуді, логикалық құрылымдық жағынан ойдың нақты мазмұнына мән бермей, осы мазмұн бөліктері байланысының тек жалпы тәсілін жіктей отырып зерттейтін ғылымды айтамыз. Ал ықтималдық логика кездейсоқ параметрлермен жасалатын сынақтың бірнеше сериясын қолдануға негізделген ғылым. Яғни осы логиканың түрі. Ал математикалық логика ол формальды логиканың бір бөлігі. Және олардың ақиқаттығы мен немесе шешуге болатын ойларды ғана зерттейді. Және де бұл тақырыпта көбінесе есеп болғанымен осындай бірнеше теориясы бар. Оның біріне тағы түсінік жатады. Нысанның нақты белгілерін тіркейтін ойлау формасы. Мысалға сіздерге нысанның нақты белгілерін тіркейтін ойлау формасы не деп сұраса, түсінік деп айтасыздар. Және де пікір ол нақты заттардың қасиеті туралы жалған немесе ақиқат екендігі айтылатын ойлау формасы. Және ой қорытындылау бір немесе бірнеше пікірдің көмегімен жаңа пікір туғызатын ойлау формасын ойды қорытындылау деп атайсыздар. Келесі, енді бізде логикалық операцияның түрлері бар. Ең бірінші түріне біз инверсияны жатқызамыз. Инверсия бұл терістеу логикалық және емес нот. Біз мысалға а мәніне 0 мен 1 деген осындай белгілерді беретін болсақ, оны терістеу белгісі төбесіне сызылады, және 0 терістегенде 1, 1-ді терістегенде 0 болады. Басқа терістеу белгісіне, мысалға нот, а, немесе аның осы қасынан белгісін қоюға болады. Яғни сіздер терістелген а деген осы белгінің орнына нот а, болмаса төбесіндегі осы үшік секілді белгіні қоя аласыздар. Яғни инверсия бұл берілген мән ақиқат мәнді жалған мәнді ақиқат қылатын логикалық амал болып табылады. Екінші дизъюнкция. Дизъюнкция бұл бізде логикалық қосу. Яғни бұл немесе деген сұраққа, то есть немесе деп те басқаша айта аламыз, болмаса or деп тұрады. Яғни бұл екі мән ортасында қолданылады. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Яғни сіздер қосу белгісіне осындай v деген белгіні қолдана аласыздар. V белгісін, қосу белгісін, немесе тіке таяқшаны қолдана аласыздар. Осының барлығы дизъюнкцияның белгіленуіне жатады. Ал мына жоғарыдағы ол инверсияның белгіленуі. Енді мысалға 0 мен 0-ді қосатын болсақ 0, 0 мен 1-ді қосатын болсақ 1, 1 мен 0-ді қосатын болсақ 1, және 1 мен 1-ді қосатын болсақ 1. Бізде информатикада 1 мен 1-ді қосқанда 1 болады, 2 болмайды. Енді балдар, осы жерде ереже шығады. Мысалға дизъюнкцияның ерекшелігі ол екі пікір жалған болғанда ғана жалған болады. Яғни сіздерге тестте екі пікір жалған болғанда ғана жалған болатын қандай логикалық операция деп сұраса, дизъюнкция деп жауап бересіздер. Үшінші енді бізде ол конъюнкция деп аталады. Конъюнкция ол бізде логикалық көбейту. Және әнді. Яғни бұл екі мән арасындағы көбейту амалын орындаймыз. Мысалға, көбейткен кезде белгі төмен қарап тұрады. Осы белгінің орнына амперсант деген немесе кәдімгі көбейту белгісін қоя аласыздар.
Мынау үшеуі бізде көбейтудің белгілері. 0 мен 0-ді көбейткенде 0, 1 мен 1-ді көбейткенде 1, 0 мен 1-ді көбейткенде 0 және 1 мен 0-ді көбейткенде 0. Бұның ерекшелігі көріп тұрғандарыңыздай екі пікір ақиқат болғанда ғана ақиқат болатын логикалық амалды конъюнкция деп атаймыз. Енді бұл біз қарастырғандай логикалық операцияның үш түрі бар. Осы үш түрін сіздерге арнайлап үшеуіне біріктіріп бір есепті беретін болады. Оны қазір қарастырамыз. Енді логикалық операцияның осы басымдылықтары бар. Жаңа біз айта өттік қой, мысалға бізде жаңағыдай конъюнкция бар, инверсия бар, дизъюнкция бар. Соның ішінде қайсысы бірінші орындалады? Басымдылық бойынша бізде жақшада кездеседі. Жақшаның іші бірінші, және инверсия, конъюнкция, дизъюнкция осы реттілік бойынша орындаласады. Және төменгі жақтағы кесте бұл белгілі 10-шы сыныптың кітабынан алынған кесте. Осы сіздерге өте көп керек кездесетін болады. Яғни басымдылық бойынша рим цифрымен жоғары ол емес, рим цифрымен 2 деп тұрған биік ол және орта ол немесе XOR болып табылады. Яғни сіздерге рим цифрымен бірінші жоғары қайсысы бірінші тұрады деген жағдайда немесе емес терістеуді белгілейсіздер ғой. Хорошо? Так. Енді келесі логикалық операцияға жаңағы мысал келтіретін болсақ, А-ны терістеп, оған В-ны қосып, оған С-ны көбейту қажет. Осы берілген логикалық амалға ақиқат кестесін құрып, мәнін анықтаңыз десе, ақиқат кестесін құру үшін бірінші А, В, С деген осындай жолдарды бөліп аламыз. Бірінші айнымалыларды береміз. А, В, С деген айнымалыларды береміз. Және оған мән береміз. Енді мән беретін кезде оның белгілі бір формуласы бар. Жолды анықтауға арналған формула ол М тең 2-ның n дәрежесі. Бұл шеттегі М деп отырғанымыз жолдардың саны, n деп отырғанымыз айнымалылардың саны. Бізде айнымалы саны үшеу, A, B, C. Енді демек біз М тең 2-ның 3 дәрежесі 8 жол бар деген сөз. Аға мән беретін кезде 4 0 саласыздар және 4 1 және В-ға 2 0 2 1 2 0 2 1. С-ға 0 1 0 1 0 1 0 1. Осындай 8 жолды тұрады. Ал егер сіздерде айнымалы саны 2 болса, жаңа біз A және B айнымалыларын алдық қой, ол кезде бізде жол 4 болды. Енді бірінші терістеуді орындаймыз. Негізі жаңа басымдылық бойынша жақшаның іші дедік қой, сол жақшаның ішінде бізде А терістелген деп тұр. Жақшаның ішінде бірінші А-ны терістеп аламыз. Берілген А бағандағы санның бәрін терістейміз. 1 1 1 1 0 0 0 0. Және сол терістеген А бағанын біз В бағанына қосамыз. А бағанын терістеп, В бағанына қосамыз. 1, 0 мен 1-ді қосамыз 1, 1 мен 1-ді қосамыз 1, 1 мен 1-ді қосамыз 1, 0 мен 0 0, 0 мен 0 0, 1 мен 0 1, 1 мен 0 1. Енді сол шыққан мәнге С-ны көбейтеміз. Жаңа бізде мән шықты ғой, соны С-ға көбейтеміз. А-ны терістеп В-ға қосып, С-ға көбейтеміз. 0 1 0 1 0 0 0 1. Осындай мән шығады екен. Демек біздің терістелген А қосылған В көбейтілген С логикалық амалының мәні 0 1 0 1 0 0 0 1 болып табылады екен. Жаңағы инверсия, конъюнкция, дизъюнкция логикалық операцияларын осылай жалпы біріктіріп есеп шығарады екенбіз. Енді тағы логикалық операцияға жаңағы 3 негізден операциядан бөлек тағы да операциялар бар. Оның біріншісіне импликация жатады. Импликация бұл бізде белгілі бір шарты бар. Осындай белгімен жүреді. 0 0 0 1 1 0 1 1.
яғни бұл 0-ден 0-ге өткенде 1, 0-ден 1-ге өткенде 1, 1-ден 0-ге өткенде 0, 1-ден 1-ге өткенде 1. Яғни тек қана 1-ден 0-ге өткен жағдайда ғана 0 болады, қалған жағдайдың бәрінде 1 болады екен. Және де эквиваленция екі мән бірдей болғанда ғана 1 деген мән шығады. Екі мән әртүрлі болса, онда 0 шығады. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Оның белгісі ортасында осылай тұрады, немесе былай тұрады. 0 мен 0 болғанда 1, 1 мен 1 болғанда 1, қалған екі жағдайда 0 деген жауап шығады. Үшінші XOR. XOR-дың белгіленуі осылай. А және В мәндерін береміз. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Бұл эквиваленцияға керісінше жұмыс жасайды, яғни екеуі әртүрлі болғанда 1, екеуі бірдей болғанда 0. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Жазылатын конспекттерді дәптерге жазып, қосымша тапсырмаларды орындап, өз уақыттарыңызды үнемдеп жұмсауларыңызға тілектеспін. Келесі сабақта көріскенше.